Гүлдер саласында 2013 жылдан бастап жұмыс істеймін. 5-ші магазин. 60% ол постоянный клиенттер. Біздің есебіміз бойынша 550 мыңға түсті. Ол 30%-ымызда ол Инстаграмнан келген. Таргетинг арқылы, немесе сайттан келген, контекст арқылы. Миллион, 2 миллион теңге. Мысалы, шамамен 700 мыңдай жетеді шығар деп ойлаймын. 12 айдың доходын, мысалы, бір аптаның ішінде шығаруға болады. Америкада Илон Маск өзінің кибертрагын айнасын сындырып жатқан бір кезде Қазақстанда гүл сату бизнесі қалай дамып жатқанын көретін боласыздар осы видеода. Сәлем интернет, менің есімім Тимур, жұмыс істейміз. Так, мінекей достар, Royal Flowers'тың ішіне келіп жеттік. Бүгінгі біздің қонағымыз Адыл. Сәлем Адыл, камераға амандасып қояйық. Адыл, өзің туралы кішкене айтып бер. Не үшін осы бизнес таңдадың, бұны алдында жасаған? Осындай бизнестер болған ба, или басқа бизнеспен айналысқансың ба, или бірінші бизнесің ба? Мен осы гүлдер саласында 2013 жылдан бастап жұмыс істеймін. Өзім осыған келгенім, мен ВКонтактеда паблигім болды. Сол паблик арқылы мен гүлдерді сата бастадым. Өзімнің магазиндарым болған жоқ. Оның алдында болған емес. Бизнеста бұрында болмаған, е? Бизнес болған, бірақ олар басқа салада, ол интернет сайттар және тағы басқа. Неге именно осы бизнес таңдадың? Менің өзімнің арзан жерде алатын гүл жерім болған. Сояқтан мен алдым және 100 теңгемді қосып ВКонтактеде саттым. Бір гүлге 100 теңге. Сен онлайн болды ғой басында, е, сонда? Иә, бірақ тек қана онлайн. Магазин офлайн болған жоқ. Бұл, получается, сенің бірінші офлайн магазиның болып тұр ғой? Жоқ, бұл 5-ші магазин. 5-ші магазин. Неге онлайннан именно офлайн магазинге өтті? Өйткені біз бірінші онлайнда болдық, бізде көп заявка болды, бірақ клиенттер көбісі келгісі келеді. Мысалы, гүлдің өзінің түрін көргісі келеді, және бізде уже 1-2 заявка емес, уже 10 шақты, 20 шақты заявка болғасан, уже адамдар келе бастайды. Үлгірмей қалдыңдар ғой, доставка жасауға. Түсінікті. Келесі сұрағым осы өзің киосың ғой, мысалы, мына жерді сен арендаға алдың ба, или қалай? Осы место жайлы сөйлесіп берсек кішкене. Иә, көп жерлеріміз бізде арендада, барлығы арендада. Біз аренданан таңдаймыз ең үлкен трафик жерлерді. Бірақ торговый центрларға тұра алмаймыз, бізге өйткені тәулік бойы жұмыс істеу керек. Олардан графиктері 10-ға дейін. 10-ға дейін, онда жабылып қалады, иә? Трафик болғанда жолдың жағасы болу керек қой көбінесе? Жолдың жағасы немесе адамдар көп жүретін жерлер. Мынау осы бүгінгі біздің арендада ма бұл негізі, или өзі? Иә, арендада. Біздің ай сайынға арендамыз, және коммунальный платежымыз бар. Қанша егер сат болмаса? 200 мың бізде аренда, және коммунальный әртүрлі шығады. Светке және суға байланысты. Біз көп суды, және көп электроэнергия жаратамыз, өйткені бізде холодильный оборудование бар. Холодильный оборудование ол ең қымбат шығар магазин ашу үшін. Ең қымбат оборудование. Жайлап осы оборудованияға өттік, оборудование туралы кішкене сөйлесіп берсең, минимально, мысалы үшін, мен ашпақшы болсам осындай, минимально не керек болады маған? Қанша квадратура болу керек? Сосын қандай минимальный оборудование керек болады? Басында мен ойлаған, мысалы, 2-ге 2 кішкентай холодильник жасадық біз Талдықорғанда, мысалы. Ол жерде 4 квадрат холодильнигіміз болды, және кішкентай магазин. Бірақ, мысалы, мереке күндері сіздің холодильнигіңізге гүлдер симай қалады. Ол үлкен біздің қателігіміз болды. Сондықтан біз қазіргі кезде магазиннің жартысын холодильник қыламыз. Тура біз осы көріп тұрғанымызды болып тұрады сонда. Және ассортиментімізді үлкейттік, және бағаларымызды азайттық. Минимальный квадрат қанша болу керек? Егер осылай, осы жерде қанша мысалы? Менің ойымша, минимальный квадратура бір 30 квадрат болу үшін. 30 квадрат болу керек. Осы жерде қанша бізде? Осы точкада? Бізде 5-5, ол 25 квадрат. Соның жартысы холодильник получается. Иә, оның көп жері холодильник. Гүлдерге обязательно холодильник керек болып тұр ғой сонда? Иә. Оларсыз... Өйткені біз 3-тен 5 градусқа дейін өзіміздің температурамызды тұрақты жасау керекпіз. Гүлдер неде?
сол температурада жақсы тұрады. Түсінікті. Бір апта, бір жарым апта, 2 аптаға дейін тұрып алады. Осы жартысы 10 квадрат па, менің түсінімше. 10 квадратқа мына вентилятор қойыпсыздар, көрдім қазір. Қанша кетеді сол вентиляторға? Біз холодильный камера деп аталады. Холодильный камера, иә. Ол біздің есебіміз бойынша 550 мыңға түсті. Ол кондиционер сияқты, бірақ өзіңіз для промышленных целей сондай кондиционер. Үлкен. Промышленный, түсінікті. Оның электроэнергия көп жейді, бірақ өзінің температурасын жақсы ұстайды. Және ол көп электроэнергия жемеу үшін холодильникті сіз специальный пеноплекспен қаптау керексіз. Потолок жағын, асты жағын, әр жақтарын сіз пеноплекспен қаптау керексіз, өйткені ол қосыла берсе, өте көп электроэнергия кетеді. Ол пеноплекспен жабылған кезде сонда суықты көбірек ұстап тұрады ғой? Иә, өз температурасын тұрақты ұстайды. Түсінікті. Жақсы. Минимальный оборудование сонда ең керектісі бізге сол жаңағы не дейді аты? Оборудование. Промышленный кондиционер керек болады, иә? Басқа ешнәрсе керек емес. Және холодильный камера и пластиковый. Пластиковый айна қойып, былай сосын мына жерлерге декорация қылып жасап қоясыздар. Мен сізге, гүл ашатын адамдарға советім, кеңесім, мысалы пластиковый окна алсаңыз, 2-3 қатар жасау керек. Өйткені мен бірінші 2 магазинімді арзандаттым, бір стеклопакет қойған, бірақ стеклопакет ол ұстамайды, және өзіңіздің помещениеңіз суық болады, және ана жақ жылы болады. Вайна қою керек, түсінікті. Келесі сұрағымыз сотрудниктер, яғни жұмысшылар жайлы. Кішкене сөйлесіп берсең. Жаңадан бастап атқанда, әрине адамның өзі жұмыс істеген дұрыс болады ғой деймін. Жаңадан бастап атқан кезде. Или сразу продавец алып қоюға бола ма? Мысалы, бізде продавецтер жоқ, бізде флористтер ғана. Олар специальный курстарды бітірген, және жиналып білетін адамдар. Бізде 6 флорист жұмыс істейді. Күнгі сменада 2 адам, және түнгі сменада 1 адам. Біз тәулік бойы жұмыс істейміз, олар 12 сағаттық сменалар жасайды. Түсінікті. Флорист деген сөз кішкене түсіндіріп беріп кетсең, флорист деген кім? Ол гүл жинайтын маман. Гүл жинайтын, букеттер жасайтын адамды флорист деп атайды. Жай адам, мысалы, мен қазір ашатын болсам, мен оны өзім істей алмаймын сонда. Өзіңіз жинай алмайсыз, бірақ сіз, мысалы, YouTube-тан обучающий курс қарап, және басқа жерлерден материал іздесеңіз, жинай алатын шығарсыз. Бірақ бірінші, екінші аптада, мысалы, сізге келген клиент, уже качествосы онша емес болады, сіздің сборкаңыз, уже кетіп қалады да, келесі рет келмейді. Сен өзің кеңес бересің, лучше флорист алған дұрыс негізі, иә? Опытмен флорист алған дұрыс. Түсінікті. Документ жайлы сөйлесетін болсақ, осы регистрация, ИП немесе ТО қайсысы дұрыс болады? Сіздің оборотыңызға қарай, және сіздің амбицияңызға қарай. Бірақ, мысалы, менде ИП. Ол просто сіз барасыз, мысалы, қазір даже электронный ашуға болады, егоп арқылы уведомление жасайсыз, о начале предпринимательства, өзіңіз кодтарыңызды таңдайсыз, продажа цветов оптом и комнатные растения. 3-4 таңдауға болады өзіңіздің жұмысына байланысты. Негізі бастап атқанда ИП дұрыс. Жеке кәсіпкерлік. Реклама мәселесі бойынша келесі. Осы точкада гүл сатып атқан кезде мен ойлаймын, көбінесе офлайн жақсы кетеді деп ойлаймын да, өйткені жолдың жағасында болған екен, жұрттың бәрі интернеттен көбісі заказ бере ма жоқ па білмеймін. Мен өзім мысалы алатын болсам, көбінесе жолдың жағасынан алып кетемін да. Сендерде қалай? Бізде біз замерлар жасаймыз, специальный статистика бойынша. 60% ол постоянный клиенттер. Ол, мысалы, мүмкін бізде Тугистан қараған шығар, мүмкін Инстаграмнан қараған шығар, бірақ уже келіп, екінші рет қайтаратындар, ол уже 60%-імізді алды. 30%-імізді ол Инстаграмнан келген. Таргетинг арқылы, немесе сайттан келген, контекст арқылы. Сол инструменттер жақсы жұмыс істейді, менің ойымша. Ең қазір продвижениеге ең дұрысы рекламаға Инстаграм дұрыс болып тұр ғой. Түсінуім бойынша. Қазір бүкіл жерде Инстаграм ғой негізі. Өйткені ол визуальный контент, бізде гүлдер оны көзбен жақсы елестетеді, және сен фото көріп заказ жасайсың. Бізде көп заявкалар басқа қалалардан келеді. Мысалы, Астанада туысқан тұрады, мамасы, немесе наоборот баласы, достары, әртүрлі адамдар
бізде заказ жасайды, мысалы доставкасымен. Мысалы мамасы осы жерде болатын болса, сіздерге инстаграмнан көріп заказ беріп доставка үйіне жібереді. Керемет, жақсы. Региондарға жақсы. Мысалы мен регионда жұмыс істесем, мен цветочный, өйткені қазіргі кезде ютубта көбінесе олар региондар қарайды бізді. Өйткені астаналықтар олар біледі уже рынокты, уже бір-бірімен. Ал региондықтарға менің үлкен кеңесім, ол интернетке көбірек мән беру керек. Мән беру керек, иә. Өйткені мысалы біз өзіміз студенттер, там басқа балалар көбінесе мамасына өзінің ауылына или өзінің қаласына жібереді. Сондықтан біз инстаграмнан қараймыз. Мен мысалы Қостанайда әке-шешесі тұрады, да? Мен мамаға интернет арқылы іздеп, заказ жасаймын. Негізі сол басқа қалаларда болатын болса, сол интернетті жақсы пайдалану керек негізі мен ойымша, Инстаграмды. Сосын Инстаграм және қандай Тугис, иә? Мен де қазір бұл жаққа келіп жатқанда Тугиспен қарадым да, сразу шығып келді, Royal Flowers деп. Сразу ол үшін не істеу керек? Тугисқа да реклама беру керек пе, не істеу керек? Жоқ, сіз ИП ашқандай, Тугисқа да сіз заявка бересіз, ол тегін. Сіз өзіңіз информация бересіз, отзывтарды уақытта өшіруге болмайды, ең қызығы. Тугиста ғана отзывтардың бәрі шын. Шынымен. Да, өйткені саған жаман отзыв келсе, немесе жақсы отзыв келсе, сен оны өшіре алмайсың, сен оған только жауап бере аласың. Соған қарап рейтингі көтеріледі. Иә. Тугистің рейтингі өте жақсы бізге клиенттер келеді. Өйткені көп адам біз туралы жақсы пікірлер қалдырады. Түсінікті. Тугис, мысалы, маған менеджерлері келді, сіз 600 мыңға ала аласыз сол позицияны, бірақ ол жарты жылға. Мысалы, 100 мыңнан өзіңіз білесіз қандай значок қоюыңыз керек и так далее. Значок болғанда сіз көрген шығарсыз, мысалы, Киси, Хардис, тағы көп адамдар, кім заказ жасайды, оларда Тугиста, олар королевский значокпен қойылады. Иә, байқаған. Сол королевский значоктар тұратындар, олар уже Тугистан рекламаны сатып алды. Мысалы, сіздер Цветы Астана деп жазсаңыз, бірінші сізге проплаченный реклама шығады. Сосын ғана сізге жақын. Сол біріншілерден шығу үшін 600 мың төлеу керек сонда. Ол бір рет қана төлене ме? Жоқ, 600 мың емес. Әр салада өзінің бағалары бар. Мысалы, СТО-да миллион шығар. Общепиттерде одан да көбірек. Бізде Гүлдерде шамамен 600 мың. Жарты жылға. Керемет. Достар, көрдіңіздер, міне Тугисте де мен ойламаған едім, осыншалықты жақсы клиенттер алып келеді деп, осындай нәрселер бар екен. Сол үшін Тугисті пайдаланыңыздарды мен сізге кеңес беремін. Ақша жайлы сөйлесек, қанша ақша керек бастау үшін? Кішкентай точка үшін миллион, 2 миллион теңге жетеді. Миллион теңге болғанда, оны жаңағы алған бутикті, мысалы, либо киоск болатын болса, соны бәрін оборудованиемен жайғастырып, товар алып, жаңадан бастап кетуге 1 миллион жетеді. Мен келесі точкамыз, басқа точкамыз, оған 5 миллион кетті. Өйткені ояқта күшті ремонт, үлкен кабинет бар там, және ол пустой, тап-таза помещение болған. Ал мынау помещениеміз оған азырақ кетті, 2 миллион, бірақ он уже бастамасы болды. Осы жерге 2 миллион кетті. Негізі осындай помещенияға да мысалы алып 1 миллионға бастап жүруге болады. Ол 1 миллионның ішіндегі товарды сатып алатын ақша қанша? Товарды санаған жоқ мен. Товар, только ашып ремонт жасап. Холодильное оборудование, стол, флориста, фурнитура және тағы басқа. Мысалы тағы бізде сопутствующий товарлар бар, ол шарлар. Шарлар бар. Мысалы баллонның өзі 30 мың тұрады. Оған гели қосса, гелимен бірге 85 мың тұрады. Ал егер товарға келетін болсақ, мысалы 1 миллионға осының бәрін аштық, енді товар алу керек бізге. Гүл, ең керектісі. Қанша керек оған? Сіздің жағдайыңызға байланысты қанша холодильник жасаңыз, үлкен холодильник жасаңыз, сізге ассортимент үлкен болу керек. Мысалы, шамамен 700 мыңдай жетеді шығар деп ойлаймын. 700 мыңдай, иә? Жаңа гүлдің өзіне. Сосын ана сопутствующий жаңа қосымша товарларына шар, жаңа гелилермен қосып 1 миллион дейік, иә? Иә, 1 миллион. Былайша айтқанда рекламасы бар, сонымен 2 миллионмен мысалы старт алып кетуге болады, иә? Иә. Мысалы, мен ойымша региондарға мысалы миллионмен де старт алуға болады. Өйткені сіздің холодильнигіңізде 700 мыңға ассортимент болмайды. Сізде бір 200-250 мыңға алсаңыз да болады. Кішіректерін алса да болады. Өйткені холодильнигіңіз мен ойымша соншама үлкен, мысалы 20 квадрат болмайды деп ойлаймын.
Иә, көп жерден болмайды. Түсінікті. Адылымдардың ішіне кіргеніміз бекерге емес, осы жерде ең өтімді жақсы тауарларды көрсетіп берші, енді осы жерде. Қайсысы жақсы өтеді? Біздің 60%-імізді ол розалар алады. Бүгін как раз жаңа поставка болды. Біз пачкалармен алдыға қоямыз, және артымызда пачкалар бар. Жаңа поступлениен. Және витринаға кішкене розаларды қоямыз. Мына жағымызда бізде розалар, мына жағымызда бізде готовый букеттер, өйткені клиент тез асылып жатқан клиент, ол оған выборға 6 букет және 3 коробка санаймыз біз. Қазір 2 коробка жасап, тағы букет. Мына жағымызда бізде экзотика. Экзотиканы қазір евро букеттерді өте адамдар көп жақсы көреді. Сол үшін біз экзотикаға мән үлкен береміз. Түсінікті. Бұл гүлдерді қай жерден заказ бересіңдер? Осы жайлы сөйлесіп. Эквадордан келеді. Мен олармен жақсы қарым-қатынастамын WhatsApp-пен. Және амналар Голландиядан келеді. Тікелей сол жақтан Голландия, Эквадордан заказ бересіңдер? Иә, біз заказ береміз. Бізге коробкалармен келеді. Сосын коробкаларды распаковать етіп, витринаға қоямыз. Егер ол ашатын адамның Голландияда танысы жоқ, мысалы? Иә, осы жерде Қазақстанда, Астанада бір 5-6 шақты оптовый представителер бар. Олардан алып алады. Оларды іздеп табуға болады? Иә, оңай. Біз өзіміз, мысалы, біз өте көп розаларда келеміз. Өйткені сен көбірек алсан, сен баған кішкене арзанырақ болады. Оларда, мысалы, стенд алады, контейнер алуға болады. Біз көбірек келеміз, және 5-6 магазинға Астанада өзіміз сатамыз. Еще сатасыңдар. Түсінікті. Экзотиканы біз сатпаймыз. Өйткені бізде экзотика соншалықты көп емес, біреуге сататындай. Өзімізді сатып тұрсек те соны көз. Адыл, енді айтып берсең, ең өтімді тауарларды білдік, жаңағы мына розалар екен. Енді сол ең өтімді тауарлардан, жаңа басқа тауарлардан шамамен процентпен айтқанда қалатын пайдасы. Мысалы, қазіргі компаниялар, көп компаниялар демпинговать етіп жатыр. Ол бағаны өте арзанға түсіреді. Сол үшін, мысалы, розада бізде прибыль деп айтсақ, ол аз. Өйткені, мысалы, любой магазинға сіз барсаңыз, нанның бағасы қанша болады, сол примерно, значит, басқа продукттары сондай болады. Ең көп сатылатын заттар бәр жерде бірдей болады көбінесе, пайдасы да көбінесе, иә. Сондықтан бізде розаларда примерно 20%, ал басқа гүлдерде примерно 40%. 40% басқа гүлдерде. Көбінесе пайдасы басқа гүлдерден, иә? Сонда мен түсінігімейінші. Иә, бірақ розалар өзінің объемына байланысты, качествосына байланысты. Өзінің тоже маржасына кеп береді. Маржасы түсінікті. Егер осындай точканы ашқаннан кейін жаңағы айттық қой, ақшаны тігіп аштық, мысалы, қанша уақытта, орташа уақытпен қанша уақытта өзінің ақшасын қайтып шығарып алады? Менің кеңесім, мысалы, ашатын адамдарға. Олар как раз желтоқсан айында ашсын. Өйткені олар қарашада да болады. Қарашада, желтоқсанда және қаңтарда қиын болады. Өйткені олар өздерінің атын жасайды, және тағы басқа клиенттерді табады. Ал сосын февраль и мартта олар ақшасын табады. Өйткені бізде 14 февраль бар, және 8 март бар. Олар 8 март 12 айдың доходын, мысалы, бір аптаның ішінде шығаруға болады. Мен түсінішім бойынша ең жақсы, ең пайдалы күн сол мартқа жақын ашса да болады екен ғой, негізі? Жоқ, өйткені сізге ешкім келмейді, сіз ешкім танымайды. Көп адам, мысалы, мен қазір 1 мартта гүл алайын, 8 мартта сатайын деп келеді. Бізге де келеді көп адамдар. Тюльпан сізден алайық, сіздерде арзанырақ. И қояды, например, торговый центрларға, әртүрлі көп көшелерде. Мысалы, Алматыда далада тұрады. Олар ақша істейді деп ойлаймын, бірақ ондай жақсы табыста болмайды. Жақсы табыста пайда. Сол жаңа декабрдан бастаған дұрыс. Жайлап клиент үйретіп барам дегенше, жаңа 14 февраль, 8 мартқа барып, уже клиенттер үйреніп. Қазір 15 апрель бар. Ол біздің Қозы Көрпеш баян сұлу күні. Ол да 3 жыл болды. Клиенттер әр жыл сайын өседі. Мысалы, басында ешкім берген жоқ гүлдерді, бірақ біз тойладық та сол мерекені. Сосын 3 жылдан кейін қазір
адамдар 14 февральдан көшіп 15 апрельде 14 февральдың қазақша вариантын дейсіз ғой? Иә. А 14 февральда да негізі жақсы кетеді, жалпы? Иә. Өйткені аудитория көбісі гүлдер беретін, олар 25-тен жоғары. Сол үшін көбісі 14 февральға придерживается. Түсінікті. Сонда мен түсінуім бойынша, егер декабрь емес, мысалы ноябрьдан ашқан дұрыс екен, мен түсіндім. Ноябрьдің орталарынан ашқаннан кейін апрельдерге барып өзінің ақшасын шығаруға болады негізі. Мен түсінуім бойынша. Сонда 5-6 айда ақтап алуға болады екен ғой, мысалы. Иә, дұрыс стартпен. Өйткені сіз қараша, желтоқсан айында жабылып қалуы мүмкінсіз. Өзіңіздің қаражатыңыз болу керек, аренданы төлейтін, және зарплаталар төлейтін. Өйткені сіз ашылып, сразу сізге клиенттер келе бастамайды. Запасты ақша болу керек. Кішкене терпение болу керек. Запасты ақша рекламаға, жаңағы арендасына төлеп тұратын болмады дегенде бір 5-6 айға запас ақша болып тұру керек, мен түсінуім бойынша. Менің ойымша жарты жылға жетеді. Үш өзің істеген қателігің осы гүлмен айналысқан кезде? Менің ойымша, менің бірінші қателігім ол Инстаграмға сразу келмеу. Өйткені сол кезде 2013 жылы Инстаграм айфондарда ғана болды. Сен iOS-қа ғана қоя аласың, Android-қа қоя алмайсың. Және сондықтан олақта тек қана платежеспособный аудитория болды. А мен оны қазір жабылады, өйткені ВКонтакте ол кезде ең көп бізге сауда келетін. Және сондықтан менің ойымша, любой социальный сеть ашылса, қазір TikTok ашылып жатыр, және тағы басқалар ашылып жатыр, кіре беріңіз. Көрініс. Жабылса жабылады. Ештеңе жоғалтпайды. Иә, өйткені Pinterest ашылды, біз ояққа кірдік, жасадық рекламаларды, бірақ ол жабылды. Но біз көп жоғалттық деп ойламаймын. Достар, мен қазір TikTok рекламалап жатыр, білмеймін не болатынын ешкім білмейді қалай. Сондықтан, егер бизнес ашпақшы болсаңыздар, TikTok-қа кіріп көріңіздер, сіздерден ештеңе жоғалтпайсыздар ол жерде. Сондықтан, осы кеңес, келесі кеңесіміз. Екінші кеңесіміз ең арзан баға. Біз Алматыда мысалы ең арзан баға жасадық, бірақ гүлдің бізде качествосы онша емес болды. Және ең арзан бағамен алатын клиенттер, олар көбінесе басқа жерде арзанырақ баға болса, олар сол жаққа көшіп кетеді. Сондықтан сіз өзіңіздің именно качествосымен алу керексіз. Гүлдің жақсы болуы, және флористтеріңіз тек қана опытпен болуы, және сіздің оформленияңыз қымбатырақ болсын. Көбірек беріңіз клиентке, бірақ ол сізге қайтады. Қымбатырақ болсын, бірақ сапалы болса ғана клиент қайтып келеді. Арзанына қарамау керек, бағаны түсірмеу керек, түсінікті. Үшінші қателігім біз жасаған, ол көп магазин ашу. Мысалы, біз Астанада бірінші магазин аштық, бізде пайдамыз таптық, и сразу екінші магазин аштық, сразу үшінші магазинге көшіне бастадық. Ал біздің қатты жеріміз ол интернет. Сондықтан бізде 60%-ымыз, 70%-ымыз ол интернеттен келеді. Ал көп магазин болуы, ол просто аренданы көбірек болуы, және зарплаталар көбірек болады, бірақ прибыль сол ғана қалады. Сондықтан бір магазин жасаңыз, бірақ оны сапалы, күшті жасасаңыз, сізге қаланың бәрі келеді. Региондар тем более сондай жасасаңыз. Керемет. Ал Адыл, рахмет. Енді осы жаңадан бастамақшы болатқан, осы гүл ашам деп жүрген, гүл киоскін ашам деген біздің көрермендерімізге өзіңнің 3 кеңесіңді айтып берсең. Ең бірінші кеңесім, сіздің гүлдің названиясын жасайсыз ғой, и вывесканы жасағанда үлкен қылып гүлдер шарлар деп жазыңыз. Өйткені сіздің брендіңіз үлкен болса, адамдар келмейді оған, өйткені әлі сіздің брендіңіз. Достар, байқадыңыздар, біріншіден ашқан кезде фирмаларыңыз жаңа брендтің атыны қою керек емес, өйткені ешкім сізді танымайды. Үлкен қылып гүлдер, цветы, шары деп үлкен қылып жазып қойсаңыздар, жұрттар біледі. Сосын жайлап клиент көбейгеннен кейін өзіңіздің брендтің атын қоя бересіздер қасына. Екінші кеңесім, ол гүлден басқа сізге сопутствующий товар жасау керек. Өйткені сізге мысалы шарды алады, открыткаларды алады, конверттерді алады. Конверттер үлкен көп адамдар конвертті алады гүлмен бірге. Өйткені тойға барады мысалы өзімен бірге. Және свечки жатыртып, ол өте көп алатын. Ешнеден қорықпаңыз, 8 март бізді бәрімізді прибыльға шығарады. Құтқарады дейсің. Құтқарады. Все, рахмет, Адыл.
Все, мінекей достар, бітірдік. Адылға үлкен рахмет, өзінің қолынан келгенше кеңестерін берді. Осы бізге съемкаға рұқсат бергеніңе бізге үлкен рахмет, алғысымызды білдіреміз. Ал сізге рахмет. Достар, Royal Flowers'қа келіп тұрыңыздар. Көресіздер, қаласыздар мынау Космонавты көшесінде, Астанада. Осы жерден келіп алуларыңызға болады, сайттарында, инстаграмдарына кіріп көруіңізге болады.